Сәлем қыздар, үй жағдайында рецебі өте оңай және де көп құрамы қажет етпейтін сметаник пирогын дайындайтын боламыз. Керекті құрамдар тізімін мен описанияға тастап кетемін. Ең алдымен біз бірінші қамырын дайындайтын боламыз. Қамырына біз бірінші жұмыртқамызды және де үстіне шекерімізді салып, жақсылап вилканың көмегімен араластырамыз. Араластырып болғаннан кейін үстіне сары майымызды салатын боламыз. Бізде сары майымыз үй температурасында тұрған сары май болу керек. Морозильникте тұрған немесе ерітіліп құюға болмайды. Осы үй температурасындағы сары майымызды салатын боламыз. Осы жақсылап ерітіп, вилканың көмегімен араластырамыз. Араластырып болғаннан кейін үстіне ұнымыздың ішіне ас содамызды немесе тесто көтеретін қопсытқыштарымызды қосып, мысалы 0,5 қасығын салып, жақсылап араластырамыз да қамырымыз салып, қамыр елейтін боламыз. Қамыр елеп болғаннан кейін селлофанымызға салып, оны 15 минутқа холодильникке салатын боламыз. Оған дейін біз салмасын дайындайтын боламыз. Ендігі кезекте салмасын дайындайтын боламыз. Салмасына қаймағымызды, шекерімізді, жұмыртқаларымызды және де үстіне крахмалымызды салып, жақсылап барлығын араластыратын боламыз. Осы кезде айта кетейін, сіздер газдарыңызды немесе пештеріңізді қосып қойыңыздар. Яғни қызып тұрған пеште сметаник пирогын салатын боламыз. Салқын күйде салмаңыздар. Міне осылай барлығын жақсылап араластырып болғаннан кейін, міне салмасы осындай масса болу керек. Міне ендігі кезекте біз мына қамырымызды алып мен осылай дайындап қойдым, яғни формамызға. Менде мұнда формам 22 см. Осы формамызға мына салмасын салып, жақсылап осылай қолымыздың көмегімен жан-жағына тигізіп шығамыз міне. Одан кейін мына қызып тұрған пешімізге 180 градус температурада 30-35 минутқа пісіретін боламыз. Міне достар, бізде осылай сметаник пирогымыз дайын болды. Жасап көріңіздер, міндетті түрде сіздерге ұнайды. Рахмет.